Сен көшеде әйеліңмен кетіп бара жатсың, бір жігіт келіп, бауырым, тұра тұршы, тұра тыңдашы бір 10 минут. Мына әйелің бір сұлу екен, әйеліңе бір қарап алайыншы десе, әйеліңді қаратқызасың ба соған? Рұқсат бересің ба? Әлбетте намысың жібермейді, ашуланасың, ренжір едің. Дәл солай да. Қаншама біздің әйелдеріміз рельс саватыр, статус саватыр, сторис саватыр да. Тура сол секілді ғой. Күнделікті үйдің ішіндегі тірліктерін жаңағы. Мен ойлаймын да, бұл негізі шариғатымызға жалпы жат істер. Өзі қыз баласы деген әйеліміз болсын, қарындасымыз болсын, қызымыз болсын, бұл кәдімгі жақұт маржан сияқты ғой. Жақұт маржанды, бриллиантты сен қалай сақтайсың да, мәселен. Екінің бірінің көзіне оны сен көрсете бермейсің. Оны тек қана сенің жақындарың ғана көреді. Сондықтан құрметті жақсылар, бұл да бір әдептілікке жатар еді. Жалпы осындай нәрселерді құрметті жігіттер енді мәжбүрлеу емес, бірақ жайлап түсіндіріп айтсақ та, келіншегім, сен мен үшін ең қымбат жансың. Негізі мен сенің бүйтіп фото, видео салғаныңды мен қаламаймын. Құрметті қызым, құрметті қарындасым. Құдай қаласа жақсы жігіт болады, әлі жақсы жігіттерді иншалла тұрмысқа береміз сені деп түсіндіріп айтсақ, мен ойлаймын да барлық қыз баласы негізі түсінеді. Сондықтан енді қазіргі бір осындай бір мода болды ғой бұл жастардың, бірақ дегенмен де бұл нәрсе кішкене ерсілеу қыз баласы үшін ұят, ұяң, ибалы болу, инабатты болу. Бұл негізі қыз баласының сәнін ашады, көркін ашатын нәрсе ғой. Сондықтан да осы нәрселерді негізі мына жігіттер, әкелер, құрметті, осы нәрселерді бір ескерсеңіздер, мәжбүрлеу емес, жақсылап түсіндіріп, біз сені әдетте жақсы көреміз, қорғаймыз сені, әлбетте қызғанамыз сені деп, осы нәрселерді жігіттер түсіндірсеңіздер екен. Алла разы болсын. Иншалла. Осы видео иншалла пайдалы болса, бізге тіркеліп кетіңіз.